Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Қазір бізде жаңа педагогикалық технологиялар пәні, пән оқытушысы мен Әбиева Гүлжайна. Бүгінгі тақырыбымыз инновация туралы ұғым. Қарастыратын сұрақтарымыз инновация туралы ұғым, инновацияны енгізудің шарттары мен кезеңдері, инновацияның негізгі қағидалары, инновацияның түрлері деген сұрақтарды қарастыратын боламыз. Алдымен инновация дегеніміз. Инновация ұғымын қарастырсақ, ғалымдардың көбі оған әртүрлі анықтамалар берген. Сол кейбір анықтамаларға тоқталып өтетін болсақ, инновация бір адамға жаңа болып табылатын идея. Инновация арнайы жаңа өзгеріс. Біз одан жүйелі міндеттеріміздің жүзеге асуын, шешімдерін күтеміз. Авторлардың пікірі бойынша. Ендеше, инновация ұғымы педагогикалық сөздік қорына ежелден енген термин. Ол кейбір ғалымдардың еңбектерінде жаңалық енгізу деп көрсетілсе, ал кейбіреуі оны өзгеріс деген терминмен анықтайды. Инновация деген сөз латынның сөзі. Яғни оны қазақшаға аударатын болсақ, жаңалық енгізу деген сөзінен шыққан. Немесе жаңару, жаңалық, өзгеру деген мағынаны білдіреді. Инновация термині қазіргі білім берудің теориясы мен тәжірибесінде кеңінен қолданылып жүр. Бірақ ғылымда бұл терминнің нақтылы анықтамасы белгілі бір категория ретінде берілмеген. Берілетін анықтамалардың көпшілігі бұл ұғымды кеңінен таныта алмайды. Инновацияны білім беру жүйесіндегі жаңалық енгізу деп айтсақ, оның мағынасын тарылтып аламыз. Ал инновация ұғымы ең бірінші 19 ғасырда мәдениеттанушылардың зерттеуінен пайда болды. Яғни бір мәдениет түрлерін екінші бір елдің мәдениетіне енгізу дегенді білдіреді. Және бұл ұғым этнографияда әлі күнге дейін сақталған. Инновацияны аударғанда жаңалық енгізу, жаңарту дегенді білдіреді дедік. Яғни Ажеговтың сөзіне сүйенсек, инновация бірінші рет шыққан, жасаңадан жасалған, жуық арада пайда болған, бұрынғының орнынан басатын, алғашқы ашылған, бұрыннан таныс емес, енгізілген жаңалық болып шығады. Инновация ұғымын әртүрлі елде әртүрлі түсінген. Кейбір мемлекеттерде бұл термин кең тараған, ал кейбір елдерде ол сөзді кезіктіру мүмкін емес. Сондықтан әр елде әр құбылысқа қарай көзқарас қалыптасқанын анықтау ғылыми педагогикалық, техникалық, саяси әдебиеттер мен баспа беттерін зерттей келе, Ресейде, шетелде, ТМД елдерінде, Қазақстанда инновация ұғымына көптеген анықтамалардың берілгенін көреміз. Ал Қазақстанда ең алғаш инновация ұғымына қазақ тілінде анықтама берген ғалым Немеребай Нұрахметов. Ол инновациялық үдеріс деп отырғанымыз білім беру мекемелерінің жаңалықтарды жасау, меңгеру, қолдану және таратуға байланысты бір бөлек қызметі деген анықтамасын ұсынады. Нұрахметов инновация білімнің мазмұнында, әдістемеде, технологияда, оқу тәрбие жұмысын ұйымдастыруда, мектеп жүйесін басқаруда көрініс табады деп қарастырып, өзінің жіктемесінде инновацияны қайта жаңғырту кеңістігін бірнеше түрге бөледі. Бірінші, жеке түрі, яғни жеке дара бір-бірімен байланыспаған. Екінші, модульдік түрі, жеке дара кешені бір-бірімен байланысқан. Жүйелі түрі, мектепті толық қамтитын. Яғни инновация сөзі қазіргі уақытта барлық өндіріс, медицина, техника салаларында өте жиі қолданылып жүрген термин. Қазір бұл сөз жаңа, өзгеру, жаңаша деген мағынаны білдіреді. Және дәл қазіргі жаңа заманға да жаңаша өзгерудің мазмұны терең және анық екені белгілі. Бұл әдістеменің негізінде үйренушінің дербес қабілеті, белсенділігін қалыптастыру, оқу материалын өзінше пайдалану арқылы танымдық белсенділігін арттыру негізгі болып табылады. Келесі сұрағымыз инновацияны енгізудің алғы шарттары мен кезеңдері. Яғни оқу тәрбие процесінде инновациялық технологиялық жаңалықты енгізудің 4 кезеңін бөліп көрсетуге болады екен. Бірінші кезең жаңа идеяны енгізу. Яғни ақпараттандыру және инновацияларды ұйымдастыру, жаңалықтарды іздестіру. Екінші кезең жаңалықтарды ұйымдастыру. Оқу тәрбие процесінде жаңалық енгізулерді алғашқы байқаудан өткізу. Үшінші кезең жаңалықтарды енгізу. Оқу тәрбие процесінде инновациялық әдіс тәсілдерді пайдалану. Төртінші кезең жаңалықтарды бекіту.
яғни жаңа оқу тәрбие үрдісіне енгізген жаңалықтардың нәтижесін бағалау. Бүкіл дүниежүзілік білім беру кеңістігіне кіру мақсатында қазіргі кезеңде Қазақстанда білімнің жаңа жүйесі құрылуда. Бұл үрдіс педагогика теориясы мен оқу тәрбие үрдісінде жаңа өзгерістер енгізумен қатар, елімізде болып жатқан түрлі бағыттағы білім берудің қызметіне жаңаша қарауды, қолымыздың жеткен табыстарға сын көзбен қарауды, оны саралауды, жастардың шығармашылық қабілетін дамытуды, мұғалімнің іс-әрекетін жаңаша тұрғыдан ұйымдастыруды талап етеді. Жаңа педагогикалық технологиялар оқушылардың шығармашылық қабілеттерін арттыруға көмектеседі. Келесі сұрағымыз инновацияның негізгі қағидалары. Қазіргі заманғы педагогикалық технологиялардың педагогикалық негізгі қағидалары: балаға ізгілік тұрғысынан қарау, оқыту мен тәрбиенің бірлігі, баланың танымдық күшін қалыптастыру және дамыту, баланың өз бетімен әрекеттену әдістерін меңгеру, баланың танымдық шығармашылық икемділігін дамыту, әр оқушының даму жүйелері жұмыс істеу, оқу үдерісін оқушының сезінуі, яғни білім беру саласындағы инновациялық бағыттың қажеттілігін айқындайтын себептер қазіргі уақытта бүкіл халыққа белгілі отыр. Олар төмендегілерге кіреді: білім беру жүйесінің жаңаруы, яғни жоғарғы оқу орындарында кредиттік оқу жүйесіне көшу, орта білім беру жүйесіндегі жаңарылу, білім мазмұнындағы өзгерістер, олардың ізгілендірілуі, мұғалім мен оқушыға қойылатын талаптың жаңадан көзқараста қалыптасуы, яғни оқушы тек тұтынушы ғана емес, ортақ іс-шара субъектісі де. Қазіргі кезде технологияда білімді меңгерудің шығармашылық деңгейіне жету үшін Блум жүйесінің пайдаланылуы. Бұлардың барлығы бүгінгі технологияның негізгі ерекшеліктеріне әкеліп көрсетеді. Яғни инновациялық әдістердің классификациясы мынадай топтарға бөлінеді: қатысушы саны бойынша, яғни жеке, жұптық, топтық, ұжымдық деген сияқты; ұйымдастыру жері бойынша, оқу танымдық қызметі бойынша, қатысушылардың іс-әрекетінің үлгісі бойынша, компьютерді қолдану принципі бойынша болып бөлінеді екен. Енді осы инновацияның негізгі түрлері. Жалпы инновацияны модификациялық инновация, комбинаторлық, радикалдық деп үш түрге бөлуге болады екен. Бірінші, модификациялық инновация – бұл бұрын қолда барды дамытумен, түрін өзгертумен айналысу. Бұған Шаталовтың математикаға жазған тірек конспектісі және оны көптеген мұғалімдердің пайдалануы мысал бола алады. Комбинаторлық модификация – бұрын пайдаланылмаған белгілі әдістеме элементтерін жаңаша құрастыру. Бұған пәндерді оқытудың қазіргі кездегі әдістемесі дәлел бола алады. Үшінші, радикалдық инновация. Білімге мемлекеттік стандартты енгізу жатады. Яғни мемлекеттік стандарт білім беруде негізінен мөлшерлерді, параметрлерді, деңгейлік және сапалық оқытудың көрсеткіштерін қалыптастырады. Қазір республика оқу орындарында ұсынып отырған көп нұсқалыққа байланысты өздерінің қалауына сәйкес кез келген үлгі бойынша қызмет етуіне мүмкіндік алады. Бұл бағыттағы білім берудің әртүрлі нұсқадағы мазмұны, құрылымы, идеялары, қазіргі заманғы педагогикалық технологиялары бар. Сондықтан әртүрлі оқу технологияларын, оқу мазмұны әрбір білім алушының жастары психологиялық ерекшеліктеріне қарай таңдап, тәжірибеде сынап қараудың маңызы зор. Мінекей, сонымен инновацияның үш түрі модификациялық, комбинаторлық, радикалдық деп бөлінеді екен. Сонымен бүгінгі сабақта біз инновация туралы, инновацияның түрлері, шарттары мен кезеңдері және негізгі қағидалары деген сұрақтарды қарастырдық. Осы мәліметтер туралы толығырақ ақпарат алғыларыңыз келсе, онда мына әдебиеттерді сіздерге ұсынамын. Осы әдебиеттердің сілтемесі арқылы әдебиеттерді толығырақ оқып, танысуларыңызға болады. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау саламатта болыңыздар.